Бүгін біз тауық етінен шашлық жасайтын боламыз. Тез маринадталады, 5 минуттың ішінде маринадталып пісіре беруге болады. Ол үшін бізге примерно шамасына қарай бір ас қасықты толтырмай осылай қоса аламыз. Бәрін әдемі араластырамыз. Тұздарын жағып алдық. Енді қызыл бұрыш қосамыз. Осындай жарты қасық болу керек. Жартысының жартысы 4-тен 1 бөлік ас қасық. Оны да жақсылап барлығына тигізіп араластырып аламыз. Біреуіне тимей қалмау керек. Бір жер ащы, бір жер ащы емес болып қалады. Болды. Енді майонез қоса берейік. Бұл бізде 190 грамм майонез. Енді бізде корейский қытай тұзын қосамыз. Жарты ас қасық. Осыны қазірден араластырамыз. Бізде паприка бар. Паприканы да жарты ас қасық қосамыз. Енді кішкене кинза қосып жүрсек артық етпейді. Кинза көп қоспайсыздар. Примерно 5-10 грамм. 2 зубчик чеснок қосамыз, осылай араластырамыз. Уже 5 минутқа бетін жауып қоямыз. 10 минут тұрған жақсы. Холодильникке саламыз. Осылай жайлап көре беру керек, ата күйіп кетеді. Мына шет жақтары онша піспеген екен. Піспегендерін аудармай тұрамыз. Піскендерін аударамыз. 5 минуттай бүйтіп қарап тұрамыз, желпітіп түтінін кетіріп. От шығып жатса су себеміз үстіне. Ал, біздің шашлығымыз дайын болып қалды.